Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздерге осындай шоколадты бисквит дайындайтын боламыз. Өте оңай дайындалады. Ешқандай да шоколад қоспайсыз құрамына, бірақ өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ұн, какао қопсытқышты бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. 5 грамм сода қосамыз, ас содасын. Тағы да жақсылап араластырамыз. Құрғақ массаны алып қоямыз. Бөлек ыдысқа қант, жұмыртқа салып 5 минут мөлшерінде миксерлейміз. Масса 3-4 есе көтеріліп, аппақ сондай көпіршік болу керек. Осылай 3-4 есе көтеріледі. Енді сұйық массамыз бен құрғақ массамызды бірге қосамыз. Осылай қою масса шығады. Үстіне сұйық май мен қаймағымызды салып, тағы бір араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бірден миксерлейміз. Бізде қамырымыз пісіп кетпес үшін. Құрамына ешқандай да шоколад қоспадық. Негізгі рецептерде шоколад қосылады. Бұл рецепт негізі арзан рецепт болып есептелінеді. Корждары. Осылай ыстық су қойсаңыз, жақсы көтеріледі, әрі какаоның дәмі керемет болып шығады. Ыдысымызға салғаннан кейін ішіндегі ауалар шығу үшін ұрғылап жібереміз. Видеодағыдай осылай шариктер шығады. 180 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Бисквитті суытып, крем дайындауға кірісеміз. Творожный сыр және сахарная пудраны 2-3 минут мөлшерінде тек қана араласқанша ғана миксерлеп аламыз. Творожный сыры тоңазытқыштан алынған, өте мұздай болу керек, әйтпесе кремдеріңіз дұрыс шықпайды. Тек қана біркелкі болғанша араластырып, үстіне кілегейімізді құямыз. Кілегей бізде табиғи кілегей, өлшеп аламыз барлығын. Бірден қатты миксерлеуге болмайды, кілегейіміздің майы шығып кетеді. Тез еріп кетеді, жылып кетеді кілегейіміз, сондықтан креміміз дұрыс шықпай қалады. Менде миксер 5 скоросқа дейін көтеріледі. Бірінші скорыста мен 2 минуттай осылай жаймен бір қалыпта миксерлеп аламын. Содан кейін барып 2 минуттан кейін жаймендеп көтере бастаймын. Кілегейіміз осылай қоюланды. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Енді пирожныйларымызды жинайтын боламыз. Барлығын өлшеп алып, біркелкі етіп кесеміз. Менде 30 сантиметр болып тұр. Ортасын 15 сантиметр болған жерден кесемін. Кесіп алып, кремімізді жағып шығамыз. Пирожныйларымызды видеодағыдай жинаймыз. Өте оңай. Үстіңгі қабатын жабамыз. Мен кремді көптеу жақтым. Қаласаңыздар, пропитка жасасаңыздар да болады. Кез келген пропитка түрін қолдансаңыздар болады. Толықтай креммен қаптап аламыз. Және де барлығын тағы да өлшеп, біркелкі етіп кесіп аламыз. Осы айтылған рецепттен 20 штук пирожный шығады. Мен 2-ге көбейтіп бірден пісірген болатынмын. Осылай барлығын өлшеп алып, менде 6,5 сантиметрден 5 бөлікке бөліп шықтым. Ұзыннан ортасынан бір бөліп шығамыз. Өз қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Қалған корждарды үгітіп, жиектеріне сеуіп, орталарына посыпка сеуіп шықтым. Барлығын өлшеп, осылай біркелкі етіп кесеміз. Кескеннен кейін әр бөлігін салфеткамен немесе майлықпен сүртіп отырамыз. Себебі ортадағы қалған корждар пышақпен шығып, бетін құртатын болады. Осылай әр бөлігін кескен сайын сүртіп отырыңыздар. Өте беті тап-таза болып, әдемі болып шығады. Видеодан көргендеріңіздей өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады.
жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген мастер-класстардан алынған және де өзім жасап жүрген қолданатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Осы пирожниларды кремге сіңу үшін 3-4 сағатқа қойып қоямыз салқын жерге. Ас болсын.